оңай әрі дәмді болып шығатын оңай рецептпен бөлісетін болам. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны шағып араластырамыз. Жақсылап түйіршіктері қалдырмай араластырып аламыз. Үстінен 1 стакан шекер салып аламыз. Оны да араластырамыз. Bir çay kaşık разрыхлитель, 1 çay kaşık vanilin қосып жақсылап араластырамыз. Үстінен ерітілген сары майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Аз-аздан ұнымызды салып, бір келке қылып қамыр илейміз. Ұнымызды аз-аздан осындай қосамыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Қамырымыз дайын болды. Оны 10 минутқа демалдырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды жаямыз. Оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Үстінен бір жұмыртқамызды жағып, осылай барлығын бір тегіс жағып аламыз. Үстіне құм шекерімізді бір келке қылып себіп шығамыз. Енді осылай барлығын бір тегіс қылып, ұзынша қылып кесіп аламыз. Оны және майда бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Формасын өздеріңіздің қалауларыңызға келтіріп алуыңызға болады. Менде осындай бөліктер шықты. Енді осыны қызып тұрған пешімізге 180 градуста пісіріп аламыз. Осындай печеньеміз дайын болды. Жасап көріңіздер, тез әрі оңай дайындалады.